Ол аспанда 300 рет өліммен бетпе-бет келген әр шуы соңғысы болуы мүмкін еді. Бұл қазақтың батыр қызы Хиуаз Доспанова. Ол қараңғы түнде үнсіз аспанға көтерілетін, жау байқамайтын биіктікте өлім мен өмірдің арасында ұшатын. Ол болған топты жау түнгі мыстандар деп атады. Себебі олар дыбыссыз келіп, дәл соққы жасап, қайта ғайып болатын. Бірақ бір күні аспанда бәрі өзгерді. Ұшақтар соқтығысты, жалын қараңғылықты жарып өтті. Сол сәтте өмір мен өлім бір-ақ қадам қалды. Хиуаз ауыр жарақат алды, денесі әлсіреді, бірақ рухы сынбады. Көп адам мұндайдан кейін қайта тұрмас еді, бірақ ол басқа еді. Ол қайтадан аспанға оралды, қайта ұшты, қайта күресті. Себебі оның жүрегінде қорқыныш емес, отанға деген махаббат болды. Бұл жай ғана оқиға емес, бұл нағыз батырлық. Осындай тұлғаларды біз ұмытпауымыз керек.